Ассалаумағалейкум. Toyota Prado V тәрізді қозғалтқыш, көлемі 4, майшеді екен. Қозғалтқышын жұлып алып, тоқтай күрделі капремонт жасаймыз. Мынау Prado'мыздың моторын шешіп алдық. Моторын неге жан-жағы батпақ. Жуып тазалау керек, кәдімгідей сыртын жылтыратып. Головкамыз прокаткасы кетіп жүр екен. Үшін тоқтай бұзып, тоқарға апарамыз. Гильзаларымыздың жағдайы осындай. Айна болып кеткен, және де сызып тастаған, бірақ задир. Енді тоқырға апарамыз. Так, бір GRF деген қозғалтқыш, көлемі 4. Осы барлық детальдарын жуып тазалап, айнадай қылдырып, тоқтай күрделі жөндеу жұмысын өткізіп жатырмыз. Бір басын уже орнатып қойдық. Екінші головасы бер жақта дайын тұр. Фрезеровка жасап, екі беттеріне, клапандарына притирка жасап, бәріне зазорларын қойып, жинап жатырмыз. Ал неге моторды жинап болдық. Помпа ролик бәрін ауыстырып, дайын тұр. Енді көлікке орнатамыз. Қозғалтқышымызды орнатып, жинап болдық. Бисмиллах деп, алғашқы оталымын көрейік. Давай. Тағы көріңіз. Машалла. Жақсы оталды. Енді қыздырып тексеріп көреміз. Алдымнеке кезекті темір тұлпанымыз тоқтай күрделі жөндеу жұмыстан сәтті өтті. Барлығы жақсы жұмыс жасап тұр. Қозғалтқыш әдемі, сағат сияқты біркелкі сылдап тұр, өзіңізге ұнап тұр. Қазір ыстық аптаптарын өткізіп болғаннан кейін өз көлік иесіне табыстаймыз. Егер сіздердің көліктеріңізде қандай да бір ақау болса, бізге хабарласыңыздар.